Бүгін өңір басшысы Бердібек Сапарбаев зауыт қызметкерлерімен кездесті. Ол Ақтөбе хром қосындылар зауытында болып, ұжымдық шарт пен өндірістік бағдарламалардың орындалуын пысықтады. Жиналысқа облыстық басқармалар мен кәсіподақтар бірлестігінің басшылары да қатысты. Ақтөбе хром қосындылары зауыты ал шетелде өнімді өткізетін кең нарығы бар. Ресей Федерациясы мен ТМД-ның барлық елдерінде тұрақты әріптестік байланыс орнаған ұжым. Мұнан шығатын өнім әлемнің 31 еліне экспортталады. Соның ішінде ақш, Жапония елдері де бар. Жиында Ақтөбе хром қосындылары зауыты акционерлік қоғамның басқарма төрағасы Алексей Химич экспортқа бейімделген кәсіпорынның өткен жылғы жетістіктері мен жұмысына тоқталды. Бүгінде зауытта 2200-ден аса адам жұмыс жасайды. Год 25-летия независимости республики. Ел тәуелсіздігінің 25 жылында зауыт алға қойған мақсатты жоспарларды ойдағыдай орындады. Бизнестік әріптестікті нығайту жолында былтыр зауыт пен шағын және орта бизнес өкілдері арасында жалпы құны 24 миллиард теңгені құрайтын 341 келісім шарт жасалды. Бұл 2015 жылмен салыстырғанда 50% артық. Кәсіпорынның өндіріс көрсеткішіне келсек, өткен жылы 108 тонна хром өндірілді. Бұл 34 миллиард теңгені құрайды. Жиында зауыт қызметкерлерімен арадағы ұжымдық шарттың орындалу нәтижесі де баяндалды. Зауытта еңбек дауының алдын алу мақсатында арнайы комиссия жұмыс жасайды. Еңбек дауына қатысты түрлі сауалдар осы комиссияның қарауында болып шешімін табады. 16 лет эта комиссия у нас существует. У нас бывают вопросы. Бұл комиссия 16 жылдан бері жұмыс жасап келеді. Еңбек дауына қатысты сауалдар болса, осы комиссияға жүгінеміз. 2016 жылы мекемеде еңбек дауына қатысты дерек тіркелген жоқ. Тек 2015 жылы бір ғана жағдай орын алды. Кәсіподақ ұйымы төрағасының айтуынша, зауыт аумағындағы көліктер және жұмысшылар қатынайтын жол жөндеуді қажет етеді. Наверное, дойдет очередь, Вера Владимировна, до вашей дороги. Қазір алдыңғы кезекте халық көп жүретін, көлік жиі қатынайтын аудандардағы жол мәселесін шешу тұр. Ақтөбе көшелерінің 40%-ында асфальт жол төселмеген. Сол көшелерді жөндеген соң, бұл маңдағы жолдың жайы да шешіледі деп ойлаймын. Бұл алдағы 3 жылдың еншісіндегі шаруа. Мұны назарымызға аламыз. Жиында зауыт жұмысшыларын баспанамен қамту кәсіпорынның қоршаған ортаға әсеріне қатысты мәселелер қозғалды. Зауыт маңында ауаны ластайтын жағымсыз иісті болдырмау үшін де жұмыстар жүргізіліп жатқаны айтылды. Осы мақсатта зауыттан шығатын қалдықтарды ағызып әкететін 3 бекеттің жұмысы аяқталмақ. Облыс әкімі жиын соңында кәсіпорын басшысына өндірістің қуаттылығын одан әрі арттыру, елде бизнестің әлеуметтік жауапкершілігін дамыту бойынша нақты тапсырмалар берді. Жұмысшылар үшін әлеуметтік кепілдіктерді қамтамасыз ету, еңбек қатынастарын реттеу мәселелері бойынша облыс әкімдігі, облыстық кәсіподақ орталығы және зауыт басшылығы арасында 3 жақты меморандумға қол қойылды. Алия Оразай, Нұрбек Отаров, Қазақстан, Ақтөбе.